Ал енді әріптестер, мен жіберген ссылкамен сіздер прошов продукт бағдарламасын орнатып алдыңыздар, иә? Енді осының үстінен 2 рет шертесіз. Сол кезде сізде ашылады. Осындай бет ашылады. Міне. Енді создать дегенді басамыз. Продолжить етеміз. Сосын мына жерде фондар таңдайсыз ғой, әртүрлі фондар тұрады. Мысалы, міне қайсысын таңдағыңыз келсе, соны любойын өзіңіз таңдай бересіз. Мысалға, менде мына фон тұра берсін. Продолжить. Ары қарай. Міне. Енді бізде ADD контент деген тұр. Міне. Осыны плюсті басасыз. Осының ішінен мұхтар деген папканы ашамыз. Соның ішінен жаңағы слайдтарымызды, тек қана слайдтарымызды қоямыз. Мына жерден бастап. 2 слайдты қойып алайық алдымен. Өйткені 2 бөлек тұр екен. Мына слайд. Ары қарай. Енді ретімен қалған слайдтарымызды түгелін алып қойып шығайық. Копировать етіп қоя саламыз. Солай қойылды. Енді бұған музыканы қойып алуымыз керек. Музыка қойғыңыз келсе, ADD музык дегенді басасыз. Мына загрузканың ішінде менде дайын музыкалар тұр. Мысалға домбыра қоя салайық. Продолжить просмотреть дегенді басасыз. Шығу керек қазір. Сосын бұнда жұмыстарды ойлап сақтауы бұны өте медленный екен программаның. Применить и выйти. Просмотреть деген басасыз. Болды, мына жерде шығады. Сосын ең соңында мында қара тұрады. Мына қара слайд үстінен басып, делет бар ғой, өзіңіз ноутбугыңызда делетті басып өшіріп тастайсыз. Мына бізде ең соңында қалды, біздің басында тұратын бұқтарымыз соңында қалды. Сондықтан біз ұстап аласың да, бұл алдыға жүргізіп отырып, білесіз мына жаққа қарай. Көрінбес, жылжып кете береді. Алдына келіп аласыз. Ұстап былай. Болды. Енді бізге уақыттарды келтіру керекпіз. Мысалы, мына жерде уақытты келтіру үшін Мұхтар Әуезов деген бір ғана сөзді оқу үшін оған 21 секундтың керек жоқ. Оған 4 секунд жараптыр. Портретте бұған көретте шығады ғой, 3 минут жетеді. Мынаған. Мұнда енді үшіншіде сөздер бар. Мына сөздерді оқу керексіз. Оқып отырып, неше минут оқылады, соны сіз есептеуіңіз керек. Оған біз
бір 15-10 секунд қойып қояйық. Мында да сөз көп. Енді әрі қарай сөйтіп сөздің мынау минутын көбейткен сайын сақтау несі көбейе береді. Сондықтан мен сіздерге жай үлгі ретінде айтып отырмын ғой. Қалғандарын бір 2-3 қылып қысқа қылып сіздерге көрсету үшін солай көрсете салайын. Мысалы мына бір үшеу мында үшеу. Енді сөзі көптерге сіз оқисыз да сөзінің шамасына сәйкес уақытын ұзартасыз. Түсіндіңіз ғой, иә? Соны ұмытпаңыз. Қай жерде жұмыс істеп тұрсыз, сол слайд айшықтанып тұрады. Қазір мынау, енді мынаған келем. Мұнда уже қанша минутта? 20. Бұған бір үшеу қоя сал. Негізі сіз оған көп қоятын боласыз. Өйткені онда сөз көп. Түсіндіңіз ғой, иә? Үшеу болды. Барлығын уақыт қойып шықты. Сонымен 1 минут 27 секунд болды. Енді уақытын азайтсақ, уақыт аз болады. Сіздерге түсіндіру үшін ғана ғой. Түсіндіңіз ғой, иә? Сөз оқитын кезде оның уақытын сіз созыңыз. Жарайды ма? Жақсы. Болды. Сонымен біз слайдтардың уақытын қойып шықтық. Енді біз мына переходтарды қоямыз. Ең важный нәрсе осы болып тұр ғой бізде. Осы переходтарды қою үшін переходтың үстінен басып тұрып, оң жағын басып, выделить все дегенді басасыз. Сосын мына переходқа бізге бір 2 минуттан уақыт, 2 секундтер кетеді. Енді мына жерді басқан кезде оның барлығы автоматты түрде 2-ге кетеді. Көрдіңіз ба? Түгел 2-ге кетті. Міне, өстіп түгел 2-ге кетеді. Ары қарай кеттік. Сонымен енді біз бұларға анимация жасау үшін 2 рет шертесіз. Әр слайдтың үстінен 2 рет шертуіңіз керексіз. Енді қараңыз, 2 рет шертесізде міне неше түрлілері бар. Любой таңдайсыз. Мысалы, мынаның ішінен таңдауыңызға болады. Міне. Мысалы, мына үшін 67-ден таңдауға болады. 46-тан таңдауға болады. 11-ден таңдауға болады. Қайсысынан таңдағыңыз келіп, бәрін таңдай бересіз. Мынада 809-да міне көп, өте көп. Мысалы, 809-да саған міне. Егер сізде фоныңыз қара болса, оған қара фон таңдап керек емес. Сізде фоныңыз қара болса, сіз ақ фон таңдаңыз, ал фоныңыз ақ болса, мына жерден қараны таңдайтын боласыз. Міне. Көрдіңіз ғой, иә? Кез келген ала беруге болады. Міне. Барлығы тұрады. Осылай. Енді мен осы фон мына жерде алдым. Применить мына жерде. Окей. Окей деп 2 рет басасыз. Келесі слайдқа барамыз. Екінші слайд. 2 рет басам. 2 рет басқанда шығады. Тағы да кез келген бір екеу таңдай саламыз. Сағымнан таңдай салайық. Не көрсетіп тұрсыз. Применить. Окей. Окей. Да сөз тұр екен, сөз жоқты алуды ұмытпаңыздар, иә? Окей, не шыға береді. Енді 3-ші слайдқа барамыз. 3-ке барамыз. Жаңағы мынаны таңдайсыздар. Астындағы таңдасаңыз, мына жақ стороннан келеді. Мына жағын таңдасаңыз, ар жақтан. Әр түрлі, әр қилы. Ақ фон таңдай, қараймыз, ақ фон таңдай керек. Применить, окей. Окей. Ал мына жақтан 400 мынаны басайық. 427 деген басайық. Не бар екен? Вот, қараңыз. Саған мынаны қояйық. Қандай? Жазу мынандай. Шығады екен, иә?
әр қалай енді ол сіздің фантазияңыз сәйкес болатын нәрсе, өзіңіз қайсысын таңдағыңыз келеді, соны ала бересіз. Мынау жазуларға келмейді енді бұндай фондар, иә, байқасаңыз оқылмайды, оқи алмай қалады. Балаларға оқыту үшін бізге күшті нелер керек. Жаңағы 8-9-ға барып алайық. Мен көбінде көп жазу бар жерлерге мынаны қолданып жүрмін. Ең астында тұр ғой, самый последний, соңғын аламын. Осылай тұрып қалады. Өйткені оқып тұрады, соны оқығанша ақырын өзі кетеді. Сол жері күшті екен. Мен соны алдым. Окей дейсіз. Мынаны басасыз. Жазу керек болғанбыз ғой. Так. Былай келіп тұр. Кейбіреу өзі келеді. Өзі келгені ол алдыңғы слайдтардан қалған переходтар ғой. Көрдіңіз бе, алдыңғы жағында мынандайлар тұр, гүлдер тұр. Жазулар керек емес, жазуларлар екен. Жазу жоқтарда басықтар жарайды ма? Алайық. Міне, күшті, е? Ар жағынан план шығыпты. Применить. Окей. Окей. Осымен осы қызық болып тұр ғой. Тағы да. Нөреде не бар екен? Нөреде мынау бар екен. Бұл жаңағыға. Применить. Окей. Көрсету үшін сіздерге жасап отырмын ғой. Енді маған ішіне мына слайд артық болып қалды, е? Мен оны алам да, үстінен басам да, удалить етіп тастаймын. Қайда удалить? Делетті бастау. Кетіп қалады. Керек емес ол слайд. Мынада маған керек емес, алып тастаймын. Көрдіңіз ғой, өстіп. Назарларыңызға рахмет. Қалдырамыз. Солай етуге де болады екен. Ішінен небір әдемі переходтарды өзіңізге таңдап аласыз ғой. Каждый жиында применить окей деп 2 рет басып отыруды ұмытпаңыз. Көреді ма? Болды. Сонымен негізгі слайдтарды біз жасап болды. Енді біз переходтар жасаймыз. Мына 2 секундтық переходқа барайық. Оның да өзінің нелері шығып келеді. Көрдіңіз бе? Неше түрлері бар. Мысалға, мына бір жақ шекесінде үстіңгі жақ шекесін көрсетіп тұрады. Қалай шығатындар. Осылай шығады. Немесе осылай шығады. Не болмаса, осылай шығады. Не болмаса, осылай. Переход өзіңіз таңдайсыз, любойын таңдап аласыз. Кез келген таңдап аласыз. Мысалы, мен мынаны басайық. Не істеді? Әне, оқтары келді. Применить. Мынаның үстінен басайық. Мысалға, мынаны істейді. Мына жақ шекеде көрсетіп тұрады. Көрдіңіз бе? Применить. Үстінен басамыз. Мысалға, мынаны алсақ, астан көтеріп жатыр. Жанынан, мына жақ жанынан кетіп жатыр. Көрдіңіз бе? Кез келген ала бересіз. Ешқандай не жоқ. Мысалға, мына жерде не бар екен? Мына бар екен. Мына жерде көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Осылай таңдап ала бересіз. Қайсын аламын? Мысалға, балалардың сынып сағаттарында или туған күн бірдеңелер болған кезде сіз жасауыңызға болатын шарларды алуға болады. Оны соңына қарай қояйық. Бітті деген сияқты белгілер. Одан біреуін алсақ. Біртілік. Мынау күшті. Мына жақ оң жағындағысын алайық. Применить.
Енді ең соңында біздің сабағымыз бітті дегенде біз қазір шариктерді қояйық. Шарик ұшырады. Сізге көрсету үшін айтып отырмын ғой. Болды. Осылай енді көріп шығайық. Қалай болды екен? Не? Ой. Басынан бастап көрейік. Басынан бастап көру үшін біз бірінші слайдтың үстінен басып қоясыз, неміне айшықтанып тұрады. Содан барып көресіз. Осылай міне көрдіңіз ғой. Енді сақтау үшін не істейміз? Сақтау үшін бізге не істеу керек болады айтпақшы. Мына жерде қоспай ұмытып кетіппіз ғой. Мысалға, мына слайдтан кейін, осы слайдтан кейін мен тағы да мысалға Мұхтардың кітаптарын қосқым келіп тұр, е? Оны аламда, создать дегенді басам, қайтадан создать етеміз. Жоқ, олай емес екен ғой. Қалай еді, ұмытып қалдым. Дұрыс. Переделка дегенді басамыз. Переделканы басамыз да, жаңағы қай жерден, сосын соның үстінен міне мынадан кейін қойып отырмын. ADD, мысалы маған Мұхтардың кітаптарын қою керек болып тұр. Саған мен мына 3 кітапты қоюым керек. Осы 3 кітапты қоям, продолжить етем. Применить ете салам. Енді осы үшеуін мен көрсетуім керек. Осы үшеуін көрсету үшін мен бұл үшеуін айшықтандырып алам. Жоқ. Қалай еді? Объединить етіп алам, қосып объединить етіп алам. Содан кейін жаңағы неге барамыз? Фон ненің ішінде? Слойға барамыз. Біздегі 3 кітап, 3 слой дегенді басасыз. Осын ішінде бізге мысалы 3 слойдың ішінде маған керек мынау. Не, 3 кітап бетіп шығып тұру керек. Қараңыз. Применить. Окей. Көрдіңіз ба? Енді мен мына жерден бастап қана көре салайық. Қалай шығады? Болды. Өзіңіз білесіз ғой, енді бұл фантазияңыз сізге байланысты қаншама жаңағы кітаптарды 4-5 оқып 4-5 слой жасауыңызға да болады. Енді сақтау үшін істейсіз Publish дегенді басасыз. Video for Web дегенге барасыз. Create дегенді басасыз. Сосын бұл сақталады қазір. Міне 720 создать. Міндетті түрде 720 болу керек деді. Енді сақтаған кезде, міне қараңыз, енді осы жерде сіз тағы да мынау MP4 деген тұру керек. Тағы да слайд емес, видео слайд қойсызды, видео слайд. Мұхтар, немесе бірінші сабақ, екінші сабақ сөйтіп сақтай бересіз. Сохранить. Бұл сізде рабочий столда тұрады. Міне, сақталынып отыр. 5 минуттан артпау керек. Видеоның көлемі 5 минуттан артпау керек. Міндетті түрде күтіп отырасыз осылай соңына дейін.
Енді осының өзінен звук қосуға бола ма деп ойланып та қалдым, бірақ мен өзім оны қосқан жоқпын. Мүмкіндіктері бар сияқты. YouTube, Facebook дейді сразу сол жаққа жариялап жіберуге болатын сияқты. Қарап отырсаңыз, біраз енді запистер болады бұл жерде. Историяны көруге болады екен, сохранить етуге болады екен. Бірақ бұл жерде ештеңесін көп шұқыламадым, себебі өзім мен қалай үйретті, солай ғана үйреніп, слайдым сәтті шыққаннан кейін, видео слайдтарым сәтті шыққаннан кейін ештеңесіне тиіспедім. Капризный программа сияқты. Солай. Сақтау уақыт көп алады екен. Мынау қараңыз, біздің жұмысымыз бар жоғы всего міне 41 минутқа да жетпейді, 41 секунд қана жұмыс, секундта дейді. Қарап отырсаңыз, қанша уақыт кетіп жатыр. Міне. Сосын сабақта сіз енді осы жасап алған видеоңызға сөз енгізу үшін Камтазияға барып, Камтазияда сол жерде аудиозапись жазады екенсіз. Мен соны солай жазып істедім кеше. Аудиозаписті Камтазия жасаған кезде сізге сол өте тиімді болады екен. Енді бұл жерде окей дейсіз. Сақталды жұмысыңыз. Рабочий столда тұр. Не тұр? Видео слайд. Мұхтар деп тұр, көрейік. Ашылу керек. Түсінікті ғой, анау неге тез слайдтар шығып тұр дегенде, мен уақытын сіздерге тез көрсету үшін тез қойдым. Уақытын ұзартып қойсаңыз, переходтардың арасын уақытыңыз ұзақ болады. Жарайды ма, әріптестер? Жақсы, сәттілік тілеймін сіздерге.